Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Шарықтаулы Заңғар. Мен арнамда жаңа рубрика бастадым, медицина бәрі үшін. Және де бүгін оның бірінші шығарылымында сіздерге қант диабеті туралы толық ақпарат беретін боламын. Бір жыл ішінде қант диабеті ауруынан 2 миллион адам қайтыс болады екен. Салыстырмалы түрде жол апатынан бір жыл ішінде 1,3 миллион адам қайтыс болады. Қант диабет ауруы барлық адамдардың 10%-ында диагностикаланған. Көріп тұрғандарыңыздай, қант диабеті өте қауіпті әрі кең таралған ауру. Жалпы қант диабетінің негізгі белгісі ол қандағы қанттың немесе глюкозаның нормадан жоғары болуы. Глюкозаның қандағы нормасы 3,3-5,5 мол/литр. Бұны гипергликемия деп атаймыз. Яғни гипергликемия бұл қандағы глюкозаның нормадан жоғары болуы. Сонымен қант диабеті дегеніміз ол қандағы глюкозаның нормадан жоғары болуы. Және де оның негізгі себебі ол инсулин гормонының толық не салыстырмалы түрде болмауынан болады. Қалыпты жағдайда глюкоза мөлшері қанда жоғарылап кеткен кезде инсулин гормонының әсерінен глюкоза мөлшері нормаға дейін түседі. Ал глюкозаның төмен түсіп кетуі ұйқы безінен глюкагон гормонының бөлінуіне алып келіп, глюкагон гормонының әсерінен глюкозаның мөлшері нормаға дейін көтеріледі. Яғни бұл екі гормон бір-біріне антагонист болып табылады. Инсулин мен глюкагон гормондары ұйқы безіндегі Лангерганс деп аталатын құрылымдарда, нақтырақ айтатын болса, Лангерганс аралшықтары деп аталатын құрылымдарда түзіледі. Лангерганс аралшықтарында альфа және бета клеткалар бар. Альфа клеткалардан глюкагон түзілсе, бета клеткалардан инсулин түзіледі. Жалпы инсулин гормоны мәні не, ол қалай глюкозаны мөлшерін төмендетеді деген сұраққа жауап беріп көрейік. Жалпы біздің организмімізде кейбір клеткалар инсулинсіз глюкозаны өзіне қабылдай алмайды. Ондай клеткаларға май тінінің және де бұлшықет тіні клеткаларын жатқызамыз. Оларды инсулин тәуелді жасушалар немесе инсулин тәуелді клеткалар деп атаймыз. Инсулин тәуелді клеткалардың мембраналарында инсулинді танитын, инсулинмен байланысатын арнайы рецептор болады. Осы рецептормен инсулин байланысқаннан кейін клетка ішінде биохимиялық процестер жүріп, клетка мембранасында глюкозаның каналдары ашыла бастайды. Бұл каналдардың ашылуы глюкозаның қан тамырынан клетка ішіне енуіне мүмкіншілік ашады. Глюкоза қан тамырынан клетканың ішіне еніп, қанда глюкоза мөлшері төмендейді. Инсулиннің негізгі әсер ету механизмі осындай. Ал глюкагон гормоны қалай әсер етеді? Глюкагон гормоны бауырға, яғни бауыр жасушаларына әсер етіп, бауырда глюкагеннің, яғни глюкозаның қор болып жиналатын полисахаридінің глюкозаға дейін ыдырауына және де басқа да заттардан глюкозаның түзілуіне әкеледі. Басқа да заттар мысалға амин қышқылдары, яғни белоктардың мономері болып табылатын және де майлардың глюкозаға айналу процесі. Бұл процесс глюконеогенез деп аталады. Глюкогеннің ыдырауы және де глюконеогенездің әсерінен пайда болған глюкоза бауырдан қан тамырына өте бастайды. Нәтижесінде қанда глюкоза мөлшері жоғарылайды. Жалпы қант диабетінің екі типі бар. Бірінші типті қант диабеті барлық диабетпен ауыратын адамдардың 10%-ында кездеседі. Және де бірінші типті қант диабетінің негізгі айырмашылығы бірінші типті қант диабеті кезінде инсулин мүлде бөлінбейді. Неге бірінші типті қант диабеті кезінде инсулин мүлде бөлінбейді? Бағана біз білеміз, инсулин гормоны ұйқы безінде Лангерганс аралдарындағы бета клеткалардан өндірілген болатын. Ал бірінші типті қант диабеті кезінде біздің ағзамыздың қорғанысына жауап беретін антиденелердің бір түрі Т клеткалар, бета клеткаларды бөгде деп таниды да оларды жояды.
Бұндай Т клеткалардың өзгеруіне негізгі себеп ол генетикалық қателік. Яғни қант диабетінің бірінші типі толығымен тұқым қуалайды. Екінші типті қант диабеті барлық диабетпен ауыратын адамдардың 90%-ында кездеседі. Екінші типті қант диабетінің негізгі айырмашылығы бұл диабетпен ауыратын адамдардың организмінде инсулин бар, бірақ ол клеткамен байланыса алмайды. Қалай? Қазір айтатын боламыз. Біз жоғарыда айтқан болатынбыз, ағзамызда инсулин тәуелді клеткалар бар деп. Олар май тіні және де бұлшық тіні. Осындай инсулин тәуелді клеткалардың мембранасында болатын инсулиннің рецепторы екінші типті қант диабеті кезінде инсулинді танымай қалады. Нәтижесінде инсулин мен рецептор байланыспай, мембранада глюкоза каналдары ашылмайды. Осының нәтижесінде глюкоза клетканың ішіне ене алмайды. Екінші типті қант диабеті де генетикаға байланысты екендігі дәлелденген. Яғни, белгілі бір адамдар басқа бір адамдарға қарағанда қант диабетімен ауруға бейімірақ болады. Дегенмен, ауруға әкелетін факторлар да бар. Қант диабетіне әкелетін негізгі факторлар. Олар үшеу. Ең бірінші және де ең негізгі диабетке әкелетін фактор ол артық салмақтың болуы, немесе семіздік. Қант диабетімен ауыратын көптеген адамдар артық салмақтан зардап шегеді. Екінші фактор ол гипертензия, яғни қан қысымының жоғары болуы. Соңғы және де ең жиі диабетке әкелетін факторлардың бірі ол қозғалыстың аз болуы. Қант диабеті кезіндегі негізгі симптомдар мен асқынулар туралы айтайық. Қант диабеті кезінде қанда глюкоза көп, бірақ клеткада жоқ немесе аз мөлшерде болады. Осының нәтижесінде клетка ашығады, яғни клеткада энергияның жетіспеушілігі болады. Себебі клетка үшін глюкоза негізгі энергетикалық ресурс болып табылады. Клеткада энергияның болмауы, яғни глюкозаның болмауы нәтижесінде клетка энергияны басқа заттардан ала бастайды. Мысалға, майлар және де белоктардың ыдырауынан. Майлардың ыдырау процесін липолиз деп атаймыз. Белоктар мен майларды көп мөлшерде ыдырату ағзаның ағықтауына және де оның нәтижесінде көп тамақтануға және де тойымсыздыққа алып келеді. Бұл симптомдардың барлығын бір сөзбен ғылымда полифагия деп атайды. Яғни диабеттің өте жоғары болуын полифагия деп атаймыз. Қант диабетінің бірінші симптомы осы. Келесі негізгі симптомы ол глюкозурия, яғни несепте глюкозаның болуы. Қанда глюкозаның мөлшерінің артуы несепте де глюкозаның пайда болуына алып келеді. Себебі бүйректен фильтрациядан өткен қан белгілі бір мөлшерде ғана глюкозаны фильтрлей алады қаннан. Яғни, ол мөлшерден асып кеткен жағдайда қандағы глюкозаның мөлшері ол несепке өтеді. Глюкоза өте осмостық белсенді зат, яғни ол суды тартқыш деген сөз. Глюкоза несепке өткенде ол өзімен бірге көп мөлшерде суды тартады. Нәтижесінде несептің мөлшері жоғарылайды, көбейеді. Бұл ғылыми тілде полиурия деп аталады. Полиурия немесе несептің көп бөлінуі ағзадан судың көп шығуына алып келеді. Нәтижесінде адам өте көп су ішеді, яғни өте шөлдегіш болады. Бұл симптом ғылыми тілде полидипсия деп аталады. Қант диабеті кезіндегі негізгі асқыну кетоацидоз. Ацидоз дегеніміз қанның қышқылдық деңгейінің жоғарылауы, яғни қанның қышқылдануы. Ал кето деген жұрнақ бұл жерде кетондық денелердің салдарынан ацидоздың туындауы дегенді білдіреді. Кетоацидоз қалай туады? Липолиз және де белоктардың ыдырау процестері өте жоғары деңгейде болғандықтан ағзада ацетил-коа мөлшері артады. Ацетил-коа дегеніміз кез келген заттың метаболизмнің соңғы өнімі болып табылады. Ацетил-коа қалыпты организмде кребс циклына еніп, энергияның көзіне айналу керек. Бірақ та қант диабетімен ауыратын адамдарда ацетил-коаның мөлшері өте жоғары болады.
Ал Кребс циклы басталу үшін оксалоацетат жеткіліксіз, яғни Кребс циклының басталуына қажет екінші зат. Ацетил-коа көп, бірақ оксалоацетат белгілі бір мөлшерде ғана. Нәтижесінде ацетил-коаның белгілі бір мөлшері Кребс циклына түсіп, ал артылып қалған мөлшері кетондық денелердің синтезіне жұмсалады. Қанда кетондық денелердің концентрациясы жоғарылайды, нәтижесінде олар диссоциацияға ұшырайды. Диссоциация нәтижесінде H+ протонының концентрациясы көбейеді. Мысалға келтірейік, қанымызда ацетоацетат көбейіп кетсе, бұл кетондық денелердің бірі, ол CH3CO, CH2CO- және де қосу H+ деген иондарға диссоциацияланады. Қанда H+ протонының көп болуы қанның pH деңгейін төмендетеді. Яғни pH 7-ден төмен болса, қанда ацидоз туындайды. Ацидоз, қайттан айтып кетейік, ол қанның қышқылдық ортаға ауысуы. Бұл өте қауіпті қант диабетінің асқынуы болып табылады. Кетоацидоздан басқа қант диабеті кезінде жаралар және олардың жазылмауы, көз түбіндегі қан құюлар, соқырлық және де қанның азоттық балансының бұзылуы деген сияқты асқынулар болады. Сонымен видеоның соңына да келіп қалдық. Егер видео ұнаса лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк басыңыздар. Ең бастысы білімдеріңіз күнделікті шарықтасын.